Ассаламу алейкум баршаңызға. Бүгін осындай ұйғыр мантысын жасайтын боламыз. Ең алдымен салқын суымызға тұзымызды саламыз. Міндетті түрде салқын су болу керек. Тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Одан соң оны ұнымызға құямыз. Енді қамыр елейтін боламыз. Ұйғыр мантысының бір ерекшелігі қамыры қатты болады. Соусымен ерекшеленеді. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды салафанымызға салып 15-20 минут сайын қайта елеп тұрамыз. Сонда қамырымыздың июі қанып, әдемі болып шығады. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды елеп аламыз. Кішкене ұн қосып жіберсеңіздер де болады. Мінекей қамырымызды елеп болдық. Енді салафанымызға салып 15-20 минут сайын қайта қамырымызды елеп тұрамыз. Қамырымыздың июі қанғанша салмасын жасайтын боламыз. Алдымен пиязымызды жақсылап турап аламыз. Мінекей пиязымызды турап болдық. Енді жақсылап пиязымыздың өзін мұжып аламыз. Және дәміне қарай тұз, бұрышын, етті қосып жақсылап араластырамыз. Мінекей жақсылап араластырып болдық. Бізде салмасы дайын болды. Енді жаңағы дайын болған қамырымызды аламыз. Және де осылай 4-1 етіп 3 бөлікке бөліп аламыз теңдей. Қамырымызды теңдей 3 бөлікке бөліп алғаннан соң қамырларымызды осылай жасап аламыз. Және де қалған 2 бөлігін осылайынан ұн сеуіп, борап, бетін жауып қоямыз. Енді қамырымыздың әр қайсысын 20 граммнан осылай кесіп аламыз. Егер де сіздерде таразы болмаса, көз өлшемімен кессеңіздер болады. Енді қамырымызды жайып аламыз. Арасына ұн сеуді ұмыт кетпеңіздер. Әйтпесе қамырларыңыз жабысып қалады. Енді дайын болған қамырларымызды жайып, ішіне салмасын саламыз. Енді видеода көріп тұрғандарыңызды етіп өретін боламыз. Барлығын осылай өріп түйіп шығатын боламыз. Мінекей барлығын осылайынан өріп шықтық. Алдын ала мантоваркамызды майлап алдық. Және де осылай салып шығамыз барлығын. Менде осындай 50 штук манты шықты. Мантыларымыздың бетіне осылай май жағып шығамыз. Мантымызды 40-45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің ұйғыр мантымыз дайын болды.